Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 2025 жылғы Инстаграмның жаңа ережелері туралы таныстыратын боламын. Менің есімім Мадина Дримс. Мен өзімнің блогымды 217 подписчиктен 6000-ға дейін өсіріп, өзімнің блогымда 10 миллион теңгеге дейін запусты жасап отыратын Reels продюсермін. Қазір сіздерге осы тақырыпты қозғаймын. Яғни сіздің Инстаграм парақшаңыз теневой банға және де блокировкаға навсегда кетіп қалмас үшін сіз осы ережелерді сақтауыңыз керек. Инстаграмда өзі айтуға болмайтын запрет сөздер бар, солар туралы сөз қозғайтын боламыз. 25 жылы өзіңіздің блогыңызды сіздер қорғауыңыз керек. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, осы сөздерді қолдануға болмайтын. Яғни қандай запрет сөздер бар, оларды қалай біз басқа сөздерге алмастырамыз, және де сіздің аккаунтыңыз заблокирован деген сөз шықпас үшін қандай методтарды біз заранее қолдануымыз керек, сол туралы сөз қозғалатын болады. Осы уақытқа дейін қаншама сіздер жұмыс жасадыңыздар, енді сіз парақшаңыздан айырылып қалмас үшін осы методтарды жасайсыздар. Ең бірінші қадам, қандай салалар Инстаграмда запрет, сол туралы сөз қозғаймыз. Одан кейін хэштегтерді қалай қолданбаған дұрыс. Содан кейін авторлық праваны бұзу, Инстаграмдағы лимиттер, контенттегі стоп сөздер, яғни айтуға болмайтын сөздер, және де расизм, гомофобия және де дискриминацияны қолдануға болмайды. Сол туралы осы 6 бөлімнен тұратын бізде сабақ болады. Көбінесе онлайн эксперттер мен кәсіпкерлер өзінің жаңағы жұмысына, өзінің блогына барлығы күнделікті ақша құйып жатыр. Инстаграм сондықтан үлкен, кәдімгідей сенің жеке брендіңді дамытатын және де ақша табатын үлкен площадкаға айналған. Бірақ та сіздің байқамай қалған кейбір елемей қалған ошибкалар осы сіздің табыс тауып отырған каналыңыздан мәңгілікке сізді айыруы мүмкін. Ең бірінші, заңға қарсы нишалар ол қандай? Жылдан жылға Инстаграм платформасының правиласы қатайып жатыр. Яғни кәдімгідей мемлекет тарапынан заңдар орнатылған. Олардың барлығын осы Инстаграм парақшада, социальный сетте біз ұстануымыз керек. Көбінесе ол не үшін шықты? Себебі енді недобросовестный көп пользовательдері болып кеткен, сол үшін негізгі осындай ережелерді қосқан. Не үшін сіздің аккаунтыңыз блокқа кетуі мүмкін? Ең бірінші, заңсыз контент жасағаныңыз үшін. Екіншісі, запрещенный товар мен услугаға реклама жасағаныңыз үшін. Яғни сіздер білесіздер, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Сіз сетевой компанияларды мысалы реклама жасауға болмайды, болмаса ішімдік, жаңағы нашақорлық деген сияқты нәрселерді. Сосын шпионажға мүлде жол жоқ, және де кибербуллингқа. Именно сондай контенті бар аккаунттар сразу теневой банға кетеді, және де больше ешқашан продвигаться ете алмайды. Даже минимальный аккаунтқа басқа аккаунттардан жалобы болса, осы нәрсе сіздің аккаунтыңызды блокқа кетіруі мүмкін. Екінші нәрсе, ол хэштегтерді асыра сілтеп пайдалану. Сіздер хэштегтерді пайдалансаңыз болады, олар негізі өте эффективны, бірақ та особый прям подходты талап етеді. Сіздер осы хэштегтердің көмегімен сізді поискте барынша көп адам біледі. Бірақ та егер сіз осы ережені бұзсаңыз, онда теневой банға кетіп қалуыңыз мүмкін. Сіздерге ұсынатым 5 хэштегтен артық әрбір публикацияға қолдануға болмайды. Инстаграмдағы осы запрет сөздерді сіз қолданбайсыздар. Қазір оларға келеміз. Келесі нәрсе, ол авторлық праваларды бұзу. Мысалы, интеллектуальная собственность деген бар. Біреудің заңды жүзінде қолданылған музыкасын, болмаса басқа да материалын сіз Инстаграм парақшада даже біреудің контентін ұрлап салғаныңыз, ол заңды жүзде авторлық праваны бұзумен тең. Егер сіз авторлық контентті пайдалансаңыз, онда автор сол жайында Инстаграмнан предупреждение алады да, содан кейін сіздің аккаунтыңыз продвиженияға ограничение қойылып қалуы мүмкін. Егер осы ережелерді сіздер бұзатын болсаңыз, яғни біреудің авторлық правасын, онда сіздің аккаунтыңыз бірден банға кетіп қалуы мүмкін. Мысалы, сіз басқа біреудің музыкасын пайдаланған кезде міндетті түрде жоғар жағында сол автордың аты жөні подписан болу керек. Сол кезде бұл оның авторлық құқығын бұзбайды. Ал егер сіз біреудің музыкасын пайдаланып, ол жерге оригинальный аудиодорожка деп салатын болсаңыз, бұл да сіздің банға кетуіңізге қауіп төндіреді. Келесі, превышение лимитов Инстаграм. Қараңыздар, сіздер күнделікті тұрақты контентті салумен массовый постинг екеуін шатастырмауыңыз керек.
Себебі Инстаграмда установленный лимиттер бар, сіздер соларды строго қолдану керек. Қазір лимитке келеміз. Инстаграм қаншалықты қанша пост салып жатқаныңызды өте қатты бақылап отырады. Сондықтан сіздің инста парақшаңызда үлкен жоғары активность болып кетсе, ол подозрение вызывать етеді да, содан кейін аккаунттың блокировкасына алып келуі мүмкін. Қараңыздар, ең бірінші маңызды ережелердің бірі, сіз адамдарға зиян келтіретін контентті салмауыңыз керек. Одан кейін жаңағыдай лайк, комментарий, белгілі бір әрекеттерге ограниченияны ұстануыңыз керек. Және де не официальный платформаларды қолдануға болмайды автопостинг үшін. Яғни сіз бір платформаға рилсіңізді жүктеп қоясыз, автоматты түрде осы уақытта салынып отырсын деген нәрсе болмайды. Сіз ручной оны салуыңыз керек. Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір лимит туралы айтып кетемін. Бұл жерде жаңа аккаунт, содан кейін жас аккаунт, сосын ескі аккаунт деп бөлінеді. Ең бірінші ол подписчик санына байланысты лимит. Жаңа аккаунтта ай сайын 2000 подписка болу керек. Бұл жерде бір сағаттың ішінде 20-40 подписка, бірақ та 100 подпискадан бір күннің ішінде асып кетпеу керек. Жаңа аккаунтта 3000-4000 подписка айына болу керек, және де 30-60 подписка бір сағаттың ішінде, және де бір күннің ішінде 500 подпискадан аспау керек. Ескі аккаунттарда айына сіз, ескі аккаунтыңыз болғанның өзінде, айына сіз тек қана 5000-6000 подписчиктен ғана жинап отыруыңыз керек. Және де бұл жерде бір сағат ішінде 60 подписка, бірақ та бір сутканың ішінде 800 подпискадан аспауы керек. Енді лайкқа келетін болсақ, жаңа аккаунт бір сутканың ішінде 300 лайк болу керек, 300 лайкқа дейін. Бір сағаттың ішінде 25 лайкқа дейін. Жаңа аккаунтта сізде 600 лайк бір сутканың ішінде, және де бір сағат ішінде 50 лайкқа дейін. Ал ескі аккаунтта сізде бір күннің ішінде 900 лайк, және бір сағатта 50 лайкқа дейін. Комментарийда бір сутканың ішінде 150 комментарий жаңа аккаунтта, және де бір сағаттың ішінде 30 комментарий. Жас аккаунтта сізде 200 комментарийға дейін бір суткада, және де 40 комментарий бір сағаттың ішінде. Ескі аккаунтта сізде 250-300 комментарий суткада, және де 50 комментарий бір сағат ішінде активностьті көрсетуге болады. Және де рассылка сообщение в директ. Директтің ішінде сіздің сообщенияның рассылкасының өзінің лимиті бар. Жаңа аккаунттың ішінде бір сутканың ішінде 20 сообщение, жас аккаунтта ол суткада 40 сообщение, ал ескі аккаунтта суткада 50 сообщенияға дейін. Енді қараңыздар, жаңа аккаунт дегеніміз ол қандай? Ол сіздің парақшаңыз бір аптаға дейін регистрациясы болса, ол жаңа аккаунт болып саналады. Жас аккаунт дегеніміз, яғни 6 айға дейін регистрациясы, ал ескі аккаунт дегеніміз, ол 6 айдан көп болса, ол аккаунтыңыз ескі аккаунт болып есептелінеді. Жаңа мен сіздерге айттым, енді қандай сөздерді Инстаграмда қолдануға болмайды. Сіздер осы именно сөздерді рилста, стористе, жалпы посттарыңызда ешқай жерде қолданбағандарыңыз дұрыс. Егер осы сөздерді қолдансаңыз, онда сіздің охваттарыңыз түсіп кетуі мүмкін, немесе сіздің контентіңізді Инстаграм өзі удалить етіп тастауы мүмкін, немесе аккаунт мүлде блокировкаға кетіп қайтарылмайтындай жағдай болып қалуы мүмкін. Ең біріншісі заработок. Орысша айта беремін, қазақша варианттарында қолданбағандарыңыз дұрыс. Заработок, деньги, оплата, доход, цены, продажа, розыгрыш, разыграю, за подписку, накрутка дегендер болмайды. Біз мысалы оплата осы жерде деп көбінесе айтып жатамыз ғой. Вот осы сөздерді қолданбайсыздар. Одан кейін нецензурный, боқтық сөздерді Инстаграмда айтуға болмайды. Содан кейін зорлық, зомбылық және эротикаға қатысты сөздерді де Инстаграмда айтуға болмайды. Соған ұқсас барлық сөздер Инстаграмда запрет, және де сіздер рисковать етпеулеріңіз керек. Және де мысалы кейбірлер өтірік қолданады да, жаңағыдай букваларды өзгертеді, я болмаса эмоджи қосып қояды, я болмаса жаңағы латиницаға өзгертіп қояды. Оның барлығын Инстаграм искусственный интеллект настолько дамыған, оның барлығын есептеп, считывать етіп оқып ала алады. Сондықтан сіз оны ешқалай жасыра алмайсыз. Вот. Сондықтан как бы блокировкадан қашып кете алмайсыз, даже оны бүйтіп алмастырып қойғанның өзінде. Сіздер енді осы сөздерді оның синонимдарын ауыстыруыңыз керек. Сол кезде сатып ал, мысалы покупай, купи,
ал, тегін ал, бесплатно получи дегендерді айтуға болады. Жаңағы сөздерді осы сөздерге алмастыруларыңыз керек. Келесі, расизм, гомофобия, дискриминацияны инстаграмда қолдануға болмайды. Бұл жерде біздегі инстаграм социальный сеть, өзінің бүкіл вниманиясын осы толерантностьқа, яғни вежливо сөйлеуге, бір-бірімен дос болуға қатты көңіл бөледі. Сондықтан любой жаңағы дискриминацияға алып келетін осы гомофобия, расизм, мысалы негр деген сөздерді қолдануға мүлде болмайды. Бұл сөздер блокировкаға алып келеді. Жалпы мета ол өзінің қолданушыларын қорғайды. Сондықтан сондай дружелюбный, өте жақсы, экологичный, шынайы, дұрыс, нормальный, нормаға сәйкес стандарттарды қолдайды. Вот. Егер сіз эксперт, кәсіпкер, фрилансер болып, өзіңіздің блогыңызға целевой подписчиктерді жинап, сол аудиторияға запуск жасап, өзіңіздің курсыңызды, наставничествоңызды, услугаңызды сатқыңыз келсе, мен сізді өзімнің топтық наставничествома шақырамын. Топтық наставничествоға барлық эксперттерді алмаймын, тек қана отбордан өткен эксперттерді аламын. Сондықтан менің тегін 30 минуттық разборыма жазылсаңыз болады. Төменде анкета қалдырып кеттім, сол жерге өз заявкаңызды қалдырып кетсеңіз, менің менеджерім сізге хабарласады.